Сәлеметсіздер ме? Оқушылардың өзін бағалауға критерий бойынша міне осындай бағалау парағын жасадым. Міне 5 деген 22, 19, 4 деген 18, 15 ұпай, 3 деген 14, 10 ұпай деп. Міне мына жерде әрбір бала өзін жинаған өзінің парақшасына болады ғой, жинаған ұпайына қарай өзін апарып бүйтіп орналастырады. Ютубер неге апарып міне. Егер де 3 алған бала болатын болса, міне білім сапасы көріністер ғой түседі. Өстіп міне балалар әркім өзін орналастырады. Міне орналастырған сайын мына жерде оқушылардың саны көбейіп отырады. 5-тің саны міне шығып жатыр, көріністер ғой, 4-тің де саны міне саналып отырады. 3 оқитын балалардың саны да бүйтіп міне қосылып жазылып отырады. Міне өстіп әрбір сыныптың барлық баласын орналастыруға болатын осындай бағалау парақшасын жасадым. Рахмет.